Саламатсыздар ма, оқушылар және мұғалімдер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы олимпиадалық есептердегі жұптылық және тақтылық. Мен Сәрсенбаева Жанар Серікбайқызы, Астана қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пән мұғалімі боламын. Бүгінгі сабақтың мақсаты олимпиада есептерін шығаруда жұптылық және тақтылық әдісін қолдана білуге үйрену және де ой өрісті кеңейтіп білімді тереңдету. Сабағымызды бастамас бұрын оқушылар сіздерден мен өз білімдеріңізден ойларыңыз білгім келіп тұр. Яғни бүгінгі сабақта жұп сандар және тақ сандар дегеніміз не? Өз жауаптарыңызды жазсаңыздар болады мұнда. Яғни жұп сандар, тақ сандар дегеніміз екіге қалдықсыз бөлінетін бүтін сандарды жұп сандар, ал қалған бүтін сандарды тақ сандар деп атайды. Мысалы, жұп сандарға 0, 2, 4, 6 тағы сол сияқты. Ал тақ сандарға 1, 3, 5 тағы сол сияқты сандар жатады. Келесі сұрағымыз. Қосындының бөлінгіштігі дегеніміз не? Өз жауаптарыңызды мұнда жазсаңыздар, өз ойларыңызды қалай қосындының бөлгіштері мысалмен келтіруге болады. Қосындының бөлінгіштігі дегеніміз, егер қосындының әрбір қосылғышы берілген санға бөлінсе, онда қосынды да сол санға бөлінеді. Мысалы, 3 қосу 27, азайту 15, қосу 9. Бұл сан 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Себебі осы санды құрап тұрған қосылғыштардың әрқайсысы 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Келесі сұрағымыз. Көбейтіндінің бөлінгіштігі дегеніміз не? Сұрақ. Өз жауаптарыңызды жазсаңыздар, көбейтіндінің бөлінгіштігі дегеніміз не? Жауап. Егер көбейтіндінің кемінде бір көбейткіші берілген санға бөлінсе, онда көбейтінді де сол санға бөлінеді. Мысалы, 16 көбейтілген 125, көбейтілген 167, көбейтілген 3. Бұл сан 4-ке қалдықсыз бөлінеді, себебі осы санды құрап тұрған көбейткіштердің біріншісі 4-ке қалдықсыз бөлінеді. Сол сияқты, осы сан 5-ке де қалдықсыз бөлінеді, себебі екінші көбейткіш 5-ке қалдықсыз бөлінеді. Қандай да бір математикалық объектінің берілген ережеге сәйкес орындалатын түрлендірулер кезінде сақталатын кейбір қасиеттері табылуы мүмкін. Осындай өзгермейтін қасиет осы түрлендірулердің инварианты деп аталады. Олай болса, біз сіздермен сабағымыздың басында жұп сандар және де тақ сандар туралы және де сандардың бөлінгіштігі туралы біз мағлұмат беріп өттік. Енді сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Бұл жерде сіздердің алдарыңызда тұрған Евклид кестесі. Мұнда біз бірінші сан, бірінші кестенің бірінші бағанасында, екінші бағанасында екінші санды қарастырдық. Егерде назар аударып қарайтын болсақ, бірінші сан мен екінші сан, яғни жұп болған жағдайдағы, оның екі санның қосындысы да жұп болады. Көріп тұрғаныңыздай, кестеде оның айырмасы да жұп болады, көбейтіндісі де жұп болады. Егер екі санны жұп болған жағдайда қарастырдық. Ал егерде екінші жағдайда біз бірінші санды жұп сан деп қарастыратын болсақ, ал екінші санды тақ сан деп қарастыратын болсақ, онда бұл екі санның қосындысы
міндетті түрде тақ болады. Айырмасы да тақ болады. Ал санның көбейтіндісі бұл жағдайда жұп болып табылады. Үшінші жағдайда біз бірінші санды тақ, екінші санды да тақ деп қарастыратын жағдайда бұл екі тақ санның қосындысы міндетті түрде жұп сан болады. Ал екі тақ санның айырмасы жұп сан болады, ал көбейтіндісі екі тақ санның, онда ол тақ сандар болады. Осы Эвклид кестесінің біз сызба түрінде ашып қарастыратын болсақ, жаңағыдай айтып өткен, егерде екі жұп сан болғанда, олардың қосындысы жұп дегенге біз мысал келтірдік. Мысалы, бірінші жұп санымыз 8 болсын, және де екінші жұп санымыз 6 болсын. 8 бен 6-ны қосатын болсақ, 14 сан. 14 сан, өздеріңіз білесіздер, ол жұп сан. Келесі жағдай. Жұп сан мен жұп санның айырмасы жұп болады дегенге мысал келтіріп отырмыз. Бірінші жұп санымыз 8, ал екінші жұп санымыз 6 болсын. Олай болса, екі жұп санның айырмасы, яғни 8 мен 6-ның айырмасы бізде 2 деген сан, 2 деген санымыз жұп сан болып тұр. Үшінші жағдайда, жұп сан мен жұп санның көбейтіндісі жұп сан дедік. Осында бірінші жұп санымыз 8, екінші жұп санымыз 6. 8 бен 6-ның көбейтіндісі 48, өздеріңіз білесіздер, бұл жағдайда, яғни екі жұп санның көбейтіндісі бізде жұп сан болып тұр. Эвклид кестесінің екінші жағдайы, бірінші сан жұп сан мен тақ санның қосындысы тақ сан дедік. Ал енді мысалмен қарастыратын болсақ, бірінші жұп санның орнына 8 алдық, екінші тақ санның орнына 7 алдық. 8-ге 7-ні қоссақ 15 саны, яғни бұл тақ санымыз шығып тұр. Екінші жағдайда жұп сан мен тақ санның айырмасы тақ сан болады дедік. Мұнда бірінші жұп санымыз 8, екінші тақ санымыз 7. Яғни 8-ден 7-ні азайтсақ 1 болады, яғни 1 саны тақ сан болып табылады. Үшінші, жұп сан мен тақ санның көбейтіндісі жұп сан деп қарастырдық кестеде. Яғни осында мысал бойынша бірінші жұп санымыз 8, ал екінші жұп санымыз тақ санымыз 7 болсын. 8 бен 7-ның көбейтіндісі 56, яғни 56 деген санымыз жұп сан. Келесі, енді екі жағдайда да біз екі санды тақ сан деп қарастырсақ, екі тақ санның қосындысы жұп сан болады дедік. Бірінші тақ санымыз 9 болсын, екінші тақ санымыз 7 болсын. 9 бен 7-ні қосындысы жұп сан, яғни 9-ға 7-ні қосатын болсақ 16, 16 саны жұп сан болады. Тақ сан мен тақ санның айырмасы жұп сан болады. Яғни бірінші тақ санымыз 9, екінші тақ санымыз 7. 9-дан 2-ні азайтатын болсақ 2 деген жұп сан. Келесі, тақ сан мен тақ санның көбейтіндісі тақ сан болады. Яғни бірінші тақ санымыз 9, ал екінші тақ санымыз 7. 9 бен 7-ның көбейтіндісі 63, 63 саны тақ сан. Осылайша біз Эвклид кестесінің сызбасымен таныстық. Осы кестенің көмегімен енді біз есептерді қарастырайық. Бірінші есеп. Есептеулер жүргізбей-ақ қосындының жұп тақтылығын анықтаңыз. 1 қосу 2, қосу 3, қосу 4, осылайша 10-ға дейінгі сандардың қосындысының жұп тақтылығын анықтау керек. Шешуі: 1 қосылған 2, қосылған 3, қосылған 4, қосылған 5, қосылған 6, қосылған 7, қосылған 8, қосылған 9, қосылған 10. Осы сандардың қосындысын анықтау үшін біз алдымен осындағы тақ сандардың қосындысын аламыз. 1 қосылған 3, қосылған 5, қосылған 7, қосылған 9 тең болады 25-ке. Қосынды тақ. Өйткені қосындыда 5 тақ қосылғыш бар. Жауабы: сонда берілген 1-ден 1 қосылған 2 қосылған 3, яғни қосу 10,
1-ден 10-ға дейінгі сандардың қосындысы тақ болады. Бұдан шығатын қорытынды: қосындының жұп тақтылығы тақ қосылғыштардың санының жұп тақтылығына сәйкес. Ал енді екінші есепті қарастырайық. m және n бүтін сандар болсын. m көбейтілген n көбейтілген жақшаның ішінде m қосылған n өрнегінің мәні жұп сан екенін дәлелдеңіз. Дәлелдеуі: бірінші жағдай, m және n жұп сандар деп қарастырсақ, онда m көбейтілген n жақшаның ішінде m қосылған n өрнегінің мәні жұп болады. Мысалы, m тең 2, n тең 4. Мұнда m көбейтілген n жақшаның ішінде m қосылған n тең болады 2 көбейтілген 4, жақшаның ішінде 2 қосылған 4 тең болады 8 көбейтілген 6 тең 48. Олай болса, бірінші жағдайда m мен n-ді жұп сан деп қарастыратын болсақ, онда бұл өрнектің мәні жұп болып тұр. Ал енді екінші жағдай. Егер m және n-ді тақ сандар деп қарастырсақ, онда m көбейтілген n, m қосылған n өрнегінің мәні жұп болады. Мысалы, m тең 3, n тең 5 болсын. Олай болса, m көбейтілген n, жақшаның ішінде m қосылған n тең болады. m-нің орнына 3-ті, n-нің орнына 5-ті көбейту жақшаның ішінде 3 қосылған 5 тең болады 15 көбейтілген 8 тең 120. Олай болса, m мен n-ді тақ сандар деп қарастырсақ, онда бұл өрнектің мәні жұп болады. Келесі, үшінші жағдай. m және n сандардың жұптылығы әртүрлі болсын. Мысалы, m-ді біз тақ сан деп қарастырайық, ал n-ді жұп сан болсын. Онда m көбейтілген n, m қосылған n өрнегінің мәні жұп болады. Мысалы, m тең 3, n тең 4. m көбейтілген n, жақшаның ішінде m қосылған n тең болады 3 көбейтілген 4, жақшаның ішінде 3 қосылған 4 тең болады 12 көбейтілген 7 тең 84. Олай болса, m және n-ді жұптылығы әртүрлі деп қарастыратын болсақ, онда бұл өрнектің мәні жұп болады. Келесі, үшінші есеп. Өлшемі 5/5 болатын тақтаны өлшемі 1/2 домино сүйектермен жабуға бола ма? Алдарыңызда өлшемі 5/5 болатын тақта және де өлшемі 1/2 болатын домино сүйектері. Қалай орналастыруға болады? Орналастырып көрсеңіздер болады мұнда. Яғни домино сүйегімен жабылған торкөздер. Яғни әрбір домино сүйектерін біз тақтаның бетіне қойып көреміз. Сонда шешуі болмайды. Себебі барлық торкөз саны 25. Себебі жаңақ 5/5 деп алдық қой, 5/5 торкөз тақтамызда 25 торкөз бар. Яғни ол 2-ге бөлінбейді. Мұндағы әрбір домино сүйектері 2 торкөзді жабады. 2 торкөзді жапса домино сүйектер, онда бір торкөз
қалып қояды деген сөз. Келесі, төртінші есеп, мәтіндік есеп, яғни бұл жерде Қанат дүкеннен 20 дәптер, 2 альбом, 40 теңгеге қалам, 12 теңгеден бірнеше қарындаш, 10 теңгеден бірнеше өшіргіш сатып алды. Оған 567 теңге төлеу қажеттігі айтылды. Қанат сатып алынған тауарлардың бағасын қайта есептеуді сұрады. Қате жіберілгенін ол қалай анықтады? Есептің шарты. Бұл есепті шығару үшін біз алдымен кесте құрып алдық. Бірінші бағанада тауарлардың аты жазылды, екінші бағанаға саны, үшінші бағанаға бағасы, төртінші бағанада ол тауардың құны. Егер қарастыратын болсақ, мұнда тауарлардың саны мұнда жаңағыдай альбом 2 альбом алды, 20 дәптер алды, яғни бағасы А теңгеден болсын. Келесі 2 альбом бағасы Б теңгеден болсын. Бірнеше қарандаштар бағасы 12 теңгеден, өшіргіш, яғни Д теңгеден 10. Егер құнына қарайтын болсақ, бірінші дәптердің құнымыз бізде жұп болып тұр, екінші 2 көбейтілген Б жұп болып тұр, 40 теңгеге қалам алса жұп болып тұр, 12-ні С-ға көбейтетін болсақ, ол да жұп болып тұр, 10-ды Д-ға көбейтсек, ол жұп болып тұр. Сонда барлық құндарының қосындысы бізде жұп сан болып тұр. Осылайша сатушы тақ сан айтты. Сондықтан Қанат сатушының қателескенін бірден аңғарды. Келесі тапсырма. 5-ші есеп. Үстел үстінде төңкерілген 7 стакан тұр. Бір мезгілде 2 стаканды аударуға бола ма? Бірнеше қадамнан кейін барлық стакандар төңкерілмей тұратындай етіп қоюға бола ма? Есептің шарты, үстел үстінде алдарыңызда 7 стакан төңкеріліп тұр. Есептің шарты бойынша әр қадамда бізде 2 стаканды төңкеруге болады. Егерде біз бірінші қадамда 2 стаканды төңкеретін болсақ, онда бізде 2 көтеріліп, 5 төңкеріліп тұрады. Келесі қадамда тағы да 2 стаканды көтереміз. Қалған 3 стакан төңкеріліп тұрады. Келесіде тағы да 2 стаканды көтеретін болсақ, онда біреуі көтеріліп, біреуі төңкеріледі. Сонда бізде 4 стакан көтеріліп, 3 стакан төңкеріліп тұр. Мұндай жағдайда бізде бұл стакандарды мүмкін емес. Себебі барлық жағдайда да төңкеріліп тұрған стакандардың саны тақ болып тұр. Сондықтан мүмкін емес. Келесі тапсырма. 6-шы есеп. 6 құмырада гүлдер бар. Біріншісінде 1, екіншісінде 2, үшіншісінде 3, алтыншысында 6. Бір қадамда кез келген 2 құмыраға бір-бірден гүлден қосуға болады.
осындай әрекеттерден кейін барлық құмырадағы гүлдердің санын теңестіруге бола ма? Есептің шартын жазып өздеріңіз шығарып көрсеңіздер болады. Яғни мұнда сіздердің алдарыңызда жаңағы есептің шарты көрсетілген. Бірінші құмырада 1 гүл, екінші құмырада 2 гүл, үшінші құмырада 3 гүл, төртіншінде 4-еу, бесінші құмырада 5-еу, алтыншы құмырада 6-ау. Әр қадамда әрбір құмыраға бір гүлден қосуға болады. Осылайша қоса отырып, біз құмырадағы гүлдердің санын теңестіруімізге бола ма? Бұл есепті қарастыратын болсақ, құмырадағы барлық гүлдердің саны, яғни бірінші құмырада 1-еу, екінші құмырада 2-еу, үшінші құмырада 3-еу, төртінші құмырада 4-еу, бесінші құмырада 5-еу, осы алтыншы құмырада 6-ау. 6 құмырадағы гүлдердің қосынды саны, яғни 21. К қадамнан кейін олардың саны 21 қосылған 2К болады. Егер барлық құмырадағы гүлдердің саны тең болғанда, гүлдердің саны 6n болу керек. Мұндағы n-іміз бір құмырадағы гүлдің саны, бұдан 21 қосылған 2К тең 6n болу керек. Ал бұл теңдік натурал n және k үшін орындалмайды. Сондықтан жауабы аталған әрекеттерден кейін барлық құмырадағы гүлдердің санын теңестіруге болмайды. Келесі есеп, 7-ші есеп. Тақтада бірнеше плюс және минус таңбасы жазылған. Тақтадағы кез келген 2 таңбаны өшіруге болады. Және олардың орнына бір таңба жазу керек. Егер бірде таңбаларды өшірсек, онда плюс таңбасын жазамыз. Ал әртүрлі таңбаны өшірсек, онда минус таңбасын жазамыз. Тақтадағы соңғы таңба алдыңғы жүргізілген өшірілу ретінде тәуелді емес екенін анықтаңыз, дәлелдеңіз. Алдарыңызда таңбалардың өзгеру сызбасы. Егер де біз 2 плюс таңбасын өшіретін болсақ, онда біз 1 плюс таңбасын жазамыз. Егер де бірде деп айттық қой, егер де 2 минус таңбасын өшіретін болсақ, онда біз де плюс таңбасын жазамыз. А егер біреуін плюс, біреуін минус таңбасын өшіретін болсақ, онда біз оның орнына минус таңбасын жазамыз. Осылайша біз бұл есепті дәлелдеп көрейік. Тақтада плюс таңбасынан 30 болсын, ал минус таңбасынан 31 болсын. Осылайша бірінші жағдайда қарайтын болсаңыздар, егер мұнда 2 плюс таңбасын өшіретін болса, онда біз 1 плюс таңбасын жазамыз. Осылайша 2 плюс таңбасын өшіретін болсақ, мысалы 30-дан бірінші жағдайға қарайтын болсақ, бұнда 29 плюс таңбасы болады, 31 минус таңбасы. Минус таңбасы болады. Келесі екінші жағдай. Біз екінші жағдайды қарастырайық. Екі жағдайда да минус таңбасы. Егер біз 2 минус таңбасын өшіретін болсақ, біз оның орнына біз 1 плюс таңбасын жазамыз.
Осылайша 2 минус таңбасын өшіретін болсақ, біз 1 плюс жазамыз. Сонда 30 плюсымыз бізде болады 31 плюс, ал 31 минусымыз бізде болады 29 минус. Бұл екінші жағдай деп қарастырсақ. Ал енді үшінші жағдайда біз тақтадағы таңбалардың бір плюсын, бір минус таңбаны өшіретін болсақ, біз онда 2 таңбаның орнына біз 1 минус таңбасын жазамыз. Егер де біз 30 плюс таңбасы, 31 минус таңбасы болса, онда біз 29 плюс таңбасы қалады, және де 31 минус таңбасы қалады. Осы әрекеттерді ары қарай жалғастырып қарайық. 29 плюс таңбасы, 31 минус таңбасы. Бірінші жағдайда 2 плюс таңбасын өшіріп, оның орнына 1 плюс таңбасын қойсақ, онда 28 плюс таңбасы болады да 31 минус таңбасы қалады. Екінші жағдай, осыдан шығып өтетін, 2 минус таңбасын өшіріп, оның орнына 1 плюс таңбасын жазамыз. Сонда 29-ымыз 30 плюс болады да, ал 31-іміз 29 минус болып сақталады. Келесі үшінші жағдайда 1 плюс 1 минус таңбасын өшіретін болсақ, онда бізде минус таңбасы қалады. Олай болса 29 плюсымыз 28 плюс болады да, 31 минусымыз 31 минус болып қалады. Дәл осылай 31 плюс 29 минус болған жағдайды қарастырайық. Бірінші жағдайда біз 31 плюстан 2 плюс таңбаны өшіріп, оның орнына 1 плюс таңбасын жазамыз. Сонда 31 плюсымыз бізде болады 30 плюс, 29 минусымыз өз жайында сақталады. Келесі, осының екінші жағдайын қарастырайық. 2 минусты өшіріп көрген жағдайды қарастырайық. Сонда 2 минусты өшіретін болсақ, біз 1 плюс таңбасын жазамыз. 31-іміз 32 плюс болады да, ал 29-ымыз 27 болып қалады. 27 минус болады. Ал енді біреу плюс, біреу минус таңбасын өшірейік. Онда біз минус таңбасын жазамыз. Олай болса 31 плюсымыз 30 плюс болып қалады да, ал 29-ымыз минусымыз өз қалпында 29 минус болып сақталады. Ал енді 29 плюс 31 минус болған жағдайды тағы қарастырып көрейік. 2 плюсты өшіретін болсақ, онда 1 плюс таңбасын жазамыз. Сонда 29 плюсымыз 28 плюс болады да, 31 минусымыз өз қалпында сақталады. Ал енді екеуде минус болған жағдайды қарастыратын болсақ, онда 29 плюсымыз 30 плюс болады да, 31 минусымыз 29 минус болып сақталады. Ал үшінші жағдайда біреу плюс, біреу минус болған жағдайды қарастырайық. Сонда 29 плюсымыз бізде 28 плюс болады, ал 31 минусымыз 31 минус болып сақталады. Ал енді осы әрекеттерден соң көрсетілген әрекеттерде минустар санының жұптылығы өзгермейді. Сондықтан соңғы таңба плюс болады, егер минустар саны жұп болса. Ал минустар саны тақ болады, егер онда минус болады. Сонда соңғы таңбамыз плюс болады, егер де минустардың саны жұп болған жағдайда, ал минустар саны тақ болатын болса, онда соңғы таңбамыз минус таңбасы болып болады. Егер есеп түсінікті болса, біз әрі қарай 8-ші есебімізді қарастырайық. Өлшемі 5-те-5 болатын тақтаның әрбір тор көзінде қоңыз отыр. Қандайда бір сәтте барлық қоңыздар көлденең немесе тік жолдардағы көрші тор көзге өтеді. Осындай жағдайда міндетті түрде бос тор көз қалама. Есептің шартын жазып алып, қарасаңыздар болады. Яғни өлшемі 5-те-5 болатын тақтаның әрбір тор көзінде қоңыз отыр. 25 қоңыздың тор көздерге орналастыруы, яғни 5-те-5, 25 тор көзде бізде әрбірінде тор көз отыр. Бұл есепті біз шығару үшін бояу әдісін қолданамыз. Тор көздердің шахмат тақтасы түрінде боялуы, яғни
Бұл жерде біз 5-5, 25 торкөзді шахмат әдісінде етіп бояу енгіземіз. Ақ, қара. Сонда шешуі, тақтаны шахмат ретімен боясақ, онда міндетті түрде қара торкөздегі қоңыздар ақ торкөздерге және де керісінше ақ торкөздегі қоңыздар қара торкөздерге өтеді. Сондықтан кемінде бір торкөз бос қалады. Себебі олардың саны тақ. Мұндағы инвариант қоңыздардың ақтан қараға, ал қарадан аққа өтулері. Жауабы: аталған жағдайда міндетті түрде бос торкөз қалады. Бұдан шығатын қорытынды: инвариантты айқындау үшін бояу әдісін қолдануға болады. Ал олай болса, бүгінгі жаңа сабағымыздың, яғни үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Әрбір ұяшығында плюс немесе минус таңбасы жазылған 4x4 шаршы кесте берілген. Бір қадам жасағанда кез келген жолдағы немесе кез келген бағанадағы таңбаларды қарама қарсы таңбаға ауыстыруға болады. Бірнеше қадам жасау арқылы түгел плюстерден тұратын кесте алуға бола ма? Алдарыңызда бірінші бағанада барлығы плюс таңбалары, екінші бағанада минус, плюс, плюс, минус таңбасы, үшінші бағана плюс таңбалары, төртінші бағанада плюс таңбалары. Үй тапсырмасы. Бұл сабақтың қорытындысы қосындының жұп тақтылығы тақ қосылғыштар санының жұп тақтылығына сәйкес бірнеше сандардың нөлден өзге көбейтіндісінің таңбасы теріс көбейткіштер санының жұп тақтылығымен анықталады. Келесі, көптеген есептерде шаманың мәнінің жұп тақтылығы сандардың көбейтіндісінің таңбасы бүтін санның бөлінгіштігі инвариант ретінде қолданылады. Келесі, инвариантты айқындау үшін бояу нысандарды нөмірлеу тағы да басқа әдістерді қолдануға болады. Бүгінгі сабақтағы өздеріңіздің іс-әрекеттеріңізді талдау жасай отырып бағалауларыңызға болады. Сабақта шығарылған есептерді жақсы түсіндім және оны жолдастарыма түсіндіріп бере аламын десеңіздер, онда 5 деген баға. Барлығын жақсы түсіндім, бірақ жазып алған дәптерімді қолдана отырып жолдастарыма түсіндіріп бере аламын десеңіздер, онда өздеріңізді 4 деген бағамен бағалауыңызға болады. Алдарыңызда бүгінгі онлайн сабағымызда пайдаланған әдебиеттердің тізімдері және де бұл сабақтың материалдарын және үй тапсырмасын мынау сайттан алуыңызға болады. modul.mis.edu.kz Назарларыңызға рахмет.